Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Алев Гериханов қарсы алдында, бірақ екі ойыншының ортасында Алев. Сонда да әйтеуір теуіп үлгерді. Қарсыласқа допты бермеудің амалы. Ал қазір автогол. Автогол тіркелді. Финео өз қақпасына гол соғып алды. Бірінші голдың автор белгілі бізде. Бұл Финео. Қараңыздар, Индиода ештеңе істей алмай қалды. 10 минут өте шықты. Бірінші тайм жарты сапта қалды. Әзірге жетісу өте жақсы ойнап жатыр негізі. Міне мүмкіндік және гол. Есеп 1-1. Есеп 1-1. Алекс Тейшера есеп теңестірді. Бұл ойында екі голда жетісу футболшылар соғып отыр. Финео автогол, Тейшера есеп теңестірді. Аренда жалға беру уақыты аяқталмай жатып. Қазақстанға қайтып келді. Дедизиньян соққысы қақпаш қайтарды. Ал қазір тағы да автогол. Тағы да автогол ма? Қайталап көрейікші. Тейшера соғып алған сияқты болды. Өз қақпасына голды. Не болды бұл? 2-1 автогол. Міне Дедизиньян соққы жасады. Қақпаш қайтарды. Одан кейін жоқ, Салхи Яссин голдың авторы. Енді достар, Салхи Яссин бірінші голын соқты ғой деймін, егер қателеспесем. Дебюттік голы. Ең бірінші. Райымбек Жұма. Қателік, бірақ мұн жақта Тоқаев та қателесті. Төреғазин Дедеге пас беруге болады, бірақ кешігіп қалды Тоқаев. Ай, Тоқаев қазір қандай қателік жасады, қараңыздаршы. Неге тура ойыншыға қарай тепті, Семей ойыншысына қарай? Семейдің қақпасына қарай тебе салатын жері еді Тоқаевтың. Қайталап көрейік. Қараңыздар, Төреғазинға тигізіп, алаң сыртына шығарам деп ойлады ма? Тоқаевтың да қателігі бұл жерде. Юта қалай дәл жеткіз топта. Родригиньоға Индио кетті қазір. Феликс Индио, жақсы пас, қақпаға соққы жасауға да болады. Ай, Феликс Индио! Қақпаш гол соғып отыр. Бұл өте сирек кездесетін жағдай әрине. Феликс Индио қорықпай осы шабуылға барды, және соңына дейін төтеп берді шабуылдың шебінде. Өзінің сәтін күтті, сол сәт келді, ол қақпаны дәл көздеді. Феликс Индио қақпаш соққан гол. Төрехан Досовтың тамаша пасы. Одан кейін шабуыл жалғасты. Феликстің алдына келді топ. Феликс Индио қателескен жоқ. Бер жақта Алексің де бұл шабуыл. Төрес қырға Деде қақпаға соққа. Еш мүмкіндік қалдырмады қақпашыға. Есеп 2-4. Дедизиньо бүгінгі матчта дубль автор атанды. Чемпионаттағы голдар санын 37-ге жеткізді. Бүгіндікке дубль жасаған алғашқы ойыншы Дедизиньо. Кеше дубльдер болды. Кеше Дедизиньо гол соға алмады, бірақ бүгін есесіне 2 гол соқты.